Сәлем қыздар деп қойсын. Кіргенде біз көрдім ғой сразу. Сәлематсыздар ма қыздар? Сәлематсыз ба? Бүгінгі прямой эфирдің тақырыптары сол жүктілікті дұрыс жоспарлау, ұлды, қызды жоспарлау. Сұрақтарыңызды болса қоя беріңіздер. Уақыт шектеулі, 1 сағатқа ғана шықтық. Бүгіннен бастап хабарланыңыздар, сосын кейінірек айтармын. Саламатсыздар ма қыздар? Кімде қандай сұрақ бар? Жүктілікті жоспарлау, дұрыс жоспарлау, ұлды қалай болу керек, қыз қалай болу керек деген көптен көтере алмай жүрген қыз келіншектер болса. Комментарий жазыңыздар қыздар. Сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Кімде қандай сұрақ мазалап жүр? Жүктілікті жоспарлау жайында. Ұлды, қызды қалай жоспарлау деген сұрақ мазаласа. Киста болса бірінші емделу керек, гинекологқа бару керек. Кистада ол да көтеруге өзінің кедергісін келтіруі мүмкін. Эндометриоз негізі жүкті болуға кедергі келтіреді. Оның әртүрлі лечениялары бар. Жаңа гормон, өзіңіз айтып отырсыз, гормонмен емдеуге болады. Болмаса эндометриозда көп жағдайда, если матканың слойы қалың болған жағдайда, выскабливание жасауға тоже мүмкін. Оны енді гинекологпенен кеңесіп, сізде именно әр әйелде әрқалай ғой, сізде именно қандай түрі қалай деген сияқты индивидуальный подход нужен лечение. Сол себепті гинекологпен кеңесіп, жоспарлау керек, емді қалай, какой метод лечения лучше, соны таңдау керек. Ұлды жоспарлау үшін басты критериялары бар олардың. Сіз ол үшін өзіңіздің овуляцияңызды білу керексіз. Именно в день овуляции зачатие болса, 100% овуляция деп айта аламын сізге. Сол үшін сіз бірінші овуляцияны түсініп, өзіңіздің овуляцияңызды өткізіп алмау керексіз. Жаңа айтып өттім, ұлды жоспарлауды, егіз ұлды дейді. Егізді де жоспарлауды, бұны жеке консультация жүргіземін, және де бүгіннен бастап курс ашылады. Үлгеріп қалыңыздар. Бүгін бірінші күні түнгі 12-ге дейін курс ашылады. Сол курста ұлды қалай жоспарлау, толық басынан аяғына дейін түсіндіріп өтетін видео уроктар шығарамын. Қызды жоспарлауды, ұлды жоспарлауды, егізді жоспарлауды, және де көптен көтере алмай жүрген қыз келіншектер болса, сол курсқа жазылып, курсты алсаңыздар болады. Ұлды, егізді, сол егізді тоже геніңізде, бірінші фактор геніңізде болса, екіншісі овуляцияны стимулировать ету арқылы и день овуляция болсаңыз, егіз ұл болу мүмкін. Курстың бағасы 2900 теңге. Үлгіріп қалыңыздар, ол қазір бірінші потокқа солай қолжетімді бағаменен
ашып жатырмын. Өйткені сіз мысалға инстаграмда барлық жерлерде де бар ғой, ұлды жоспарлап берем, қызды жоспарлап берем дегендердің өзі мысалға бағалары 6.000, 2.000 теңге. Ал бұл жерде мен сіздер өзіңіздің организміңізді түсініп, басынан соңына дейін овуляцияны түсініп, кез келген жағдайда, кез келген уақытта өзіңіз жоспарлай аласыз. Курсты жаңа телеграм каналдан ашамын. Сол жерге сіздер тіркеймін. Соның ішінде видеоуроктарды қарай аласыздар. Телеграм канал 6 айға дейін доступны болады сіздерге. Себебі жүктілікті жоспарлау сразу сіз бүгін ертең сразу жоспарламайсыз ғой, оған бір кішкене дайындық керек. Кемінде 3 ай дайындық керек. Жүктілікті дұрыс, дені сау бала жоспарлау үшін 3 ай уақыт керек. Сол үшін курсты сіздерге 6 айға дейін доступ болады. Негіздерді стимуляция препаратты қазір сіздерге прямой эфирде айта алмаймын. Оны жеке курс арқылы алсаңыз болады, немесе жеке консультация арқылы. Өйткені ол гормональный препараттар бүкіл әйелге ішуге бола бермейді. Сол себепті барлық неге прямой эфирде оны айтуға болмайды. Жеке подход керек, әр әйелге жеке подход керек. Сол үшін варикоздан емделу керек оны. Ангиососудистый хирург болады, соның консультациясын алу керек. Оперативный лечение ма, или консервативный лечение ма, сол барлық обследованияны бірінші өтіп, ангиохирургтың жеке консультациясы керек. Осы арқылы сразу осыны ішсеңіз варикоздан құтыласыз деген не жоқ. Ондай тұжырым жоқ. Сол үшін жеке подход, өзіңіз толық тексеріліп, УЗДГ деген обследование бар. УЗИ өтесіз, смотря қай жерде сіздің варикозыңыз. Курста толық айтамын. Ол овуляцияны стимулировать ететін дәріні ішкен кезде тағы да өзінің нюанстары бар. Неге мән беру керек, қалай деген сияқты фолликулометрия, овуляция сіз стимулировать ететін дәрі ішкеннен кейін сіздің овуляцияңыз қалыпты жағдайдағындай емес, ертерек болуы мүмкін. Соны қадағалап өткізіп алмас үшін обследование, қандай обследование өту керек, нешінші күндері өту керек деген барлық толық информация курста болады міндетті түрде. Генде жоқ депті, генде жоқ болса да әрекет жасап көруге болады. Ген мүмкін сізден басталуы да мүмкін. Ол енді 100% қағида емес, жаңағы тек геніңізде болса ғана сізде болады деген. Овуляция стимулирующий препаратты ішкен кезде мүмкін сізде де болып қалуы мүмкін. Оны жоспарлап көру керек. Сол обследование өтіп жатқан кезінде уже белгілі болады. Сіздің доминант фолликула сізде қаншасы дамып келе жатыр дегенде соған байланысты білуге болады. Тағы да қандай сұрақ мазалайды қыздар, жазыңыздар. Ер азаматтарда міндетті түрде жүктілікті жоспарлағанда оларда 100% қатысу керек. Тек әйел адам ғана жүктілікке дайындалып, фолиевая кислота ішу деп айтамыз, 3 ай бойы. Тек әйел адам ғана емес, ер адамда міндетті түрде ішу керек. Және де анализдер бар өзінің тапсыратын, анализдерін тапсырып, қандай анализдеріне байланысты не ішу керек деген дайындық міндетті түрде ер адамдар жасау керек. Витамин емес, сол препараты дейін, БАДы, фолликулометрияны көбейту үшін, фолликулаларды көбейту үшін, сол БАД препаратты курста сіздерге айтамын. Жалпылама оны айтуға болмайды, өйткені әр әйелдің организмі әр қалай. Оның кері әсері де бар. Сондықтан мен жалпылама айта алмаймын. Разрывсыз босану дейді. Любой поликлиникаларда родовой обучение болады. Соларға қатысасыз. Бұлай қарағанда сіз акушерканың айтқанын бұлжытпай орындасаңыз, демалып, дем шығарып, қай кезде күшенеді, қай кезде күшенбе деп өздері айтып отырады ғой. Соны сіз сақтап отырсаңыз, тыңдап отырсаңыз, егерде дұрыс күшене білсеңіз, разрыв болмайды. Соны варикоз, маткадағы варикозды, соны тағы да обследование өту керек, қаншалықты емдеуге келе ме, консервативный келмей ме.
егер де консервативный болмаса, хирургический метод басын, оны гинекологтың жеке консультациясы және ангиохирургтың консультациясы арқылы шешілетін мәселе. Разрывсыз туралы курсыңыз болады ма дейді. Егер де осы мәселе сіздерге қызықты болса, техникасын, қалай демалу керек, қалай күшену керек деген сияқты курс ашуға болады әрине. Мен айтып өттім, курс емес, полын есептеткізу. Оны есептеткізгенде сізге именно осы күні болыңыз, осы күні қосылыңыз деп айтпайды. Жалпы жолдасыңыздың, өзіңіздің туған күн айларыңызды сұрайды да, бір айды ғана айтып береді. Ол ұлды жоспарлау, не қызды жоспарлау тікелей айға байланысты емес, мүлдем айға байланысты емес. Сол себепті текке 6000 теңгелеріңізді далаға шашпаңыздар деп кеңес берем. Курсты лучше алсаңыздар, өздеріңіз қарап, барлығын түсініп, өздеріңіз пландай аласыздар. Розовая женщина деген қынапты тарылтатын шықты дейді. Ондай қынапты тарылтатын естіген жоқпын, естуім жоқ. Оқып көретін нәрсе екен. Курс бүгін ашылады. Бүгіннен бастап ашылады. Сіздер Инстаграм каналыма тіркеліңіздер. Инстаграм каналыма тіркелсеңіздер, сол арқылы курсты бүгін ашамыз. Понедельник күні түнгі 12-де ол курс жабылады. Соған дейін үлгіріп қалыңыздар. Ол курста бүкіл мағлұмат айтылады. Сіз жүктілікке қалай дайындалу керексіз, және де жүктілікке қалай дайындалу керексіз, бәрі айтылады. Курс бағасы 2900 теңге. Бүгін ашылады, үлгеріңіздер. Курс ол ұлды жоспарлайсыз ба сіз? Ұлды немесе қызды қалай жоспарлау керек? Қай күні қосылу керек? Қандай моменттерге мән беру керек? Овуляция дегеніміз не? Овуляция күнін қалай есептейміз? Және де после зачатия маткаге мысалға ол қай күні орналасады, бекейді, сол туралы ақпараттар бар ішінде. Және де кім егіз жоспарлағысы келеді, ол егіз жоспарлағысы келетіндерге соның ішінде препаратты да айтылады. Ол препарат туралы және қалай қабылдау керек, оның ерекшелігі, неге мән беру керек, сондай толық сізді не мазалайды сұрақ? Ол жоспарлағыңыз келе ме? Қыз жоспарлағыңыз келе ме? Немесе егіз жоспарлағыңыз келе ме? Или болмаса көптен бері жоспарлап жүрсіз, бірақ жүктілік болмай жатқан жағдайда сол курстарды алып, қарап, оқып, өзіңіздің сауатыңызды ашсаңыз болады. Көптеген информация бар. Медициналық көзқараспен, қарапайым тілмен түсінікті қылып сіздерге жеткізген информация бар. Соны көріңіздер. Ол курста есептеу емес, тікелей осы күн, осы немес, жеке. Сіз өзіңіз қарайсыз, өзіңіздің организміңізді өзіңіз изучать етесіз, өзіңіздің овуляцияңызды білесіз. Сол овуляцияға байланысты деймін. Ол жоспарлау, қыз жоспарлау. Ал басқа инстаграмдағы есептеп беретін кісілер, олар сіздерге айды айтады. Ол айға байланысты емес, овуляцияға байланысты. Сон овуляцияны ұғу керек бірінші. Овуляцияны қалай есептейміз? Оның жолдары бар, неше түрлі жолдары бар. Жаңағы базальный температурамен өлшеу, тест арқылы өлшеу, фолликулометрия деген сияқты, солардың барлығына жеке-жеке тоқталып, түсіндіріліп кеткен курс бар, видео. Соны қарасаңыз, сіз өзіңіз ұғасыз. Сосын последующий 1-2 ай өзіңізді дайындап, өзіңіздің именно овуляцияңызды табасыз. Қай күні? Циклдың қай күні? Среднем енді алғанда 14-15 күн деп айтады медицинада. Ал сіздікі индивидуальный болуы мүмкін, потому что етеккіріңіз 28 күннен кейін келуі мүмкін, 30 күннен кейін келуі мүмкін. Әркімдікі әрқалай. Соған байланысты өзіңіздің овуляцияңызды білу арқылы жоспарлайсыз. Сол овуляцияға көп мән беру керек. Басқаларға жоспарлау көмектесуге бола ма дегенде, сіз өзіңіз сол видео урокты көрсетіп қана жоспарлауға көмектеспесеңіз, өзіңіз білмеймін енді, медициналық хабарыңыз болса, сол видео урокты көрсеңіз, түсінсеңіз, өзіңіз көмектесуге болады. Әрқалай жазыпты, бірінші қызымда 8 айында месячный келді, екіншінде 10 ай болды, әлі жоқ дейді, қалыпты ма?
әр балада әртүрлі келеді. Бірінші балаңызда сізде ерте келуінің себебі, демек сіз бірінші балаңызда қатты емізген жоқсыз. Может, ол смешанный болды, смесь шықты, иә. Смешанный болғанда жаңағы емізуіңіз прям толық тек грудной вскармливание болса, месячный кішкене кеш келеді. Ал смешанный болса, егерде балаңызға сіз тамақ беріп бастайсыз ғой, тамақты жақсы емсе, сізді аз емей бастайды, жақсы ішсе, сізді аз емей бастайды. Сол кезде месячный уже келеді. Сол кезде келейін деп жатқанда уже көтеріп қою қаупі бар. Егерде жүктілікті жоспарламасаңыз, солға мән беру керек. Әркімде әрқалай ол. Потому что мысалға менің өзімде бірінші баламда 6 айында келді, мысалға, одан кейін екінші, үшінші баламда бірден асқаннан кейін 1 жас 3 ай, 1 жас 4 ай сондай кезде келеді. Өйткені жақсы емізіп жүрдім. Овуляция есептейтін приложение ол стандарт. Сіз өзіңіз указать етесіз, мысалы 28 күн, 18 күн деп, соның қақ ортасын айтып береді. Ал нақты овуляцияны есептеу, сіз өзіңіз есептеу керек. Сода жаңағы айтып кеткен видео курстарда оны толық айттым. Овуляцияны қалай есептеу керек екенін, өзіңіздің овуляцияңызды табу керексіз, білу керексіз. Организміңізді өзіңіз изучать ету керек, сол былай қарағанда. Соны изучать етіп, өзіңіздің овуляцияңызды сіз білсеңіз, әр жүктілікті жоспарлай алдында сіз овуляция күні боласыз. Сол кезінде овуляция күні болсаңыз ұл болады, оған дейін болсаңыз қыз болады дегендей нюанстары бар. Сол себепті овуляцияны қалай есептейміз, курста толығымен және овуляцияны есептеудің қандай әдістері бар. Солардың барлығы айтылған. Сіз өзіңізге соның ішінде қолайлы, түсінікті вариантын таңдап, соны арқылы өзіңіз есептесеңіз болады. Жазыңыздар, қыздар, тағы да қандай сұрақтарыңыз бар? Курс бүгін ашылады. Понедельник күні түнгі 12-де жабылады. Үлгіріп қалыңыздар. Кім жүктілікті жоспарлап жүр? Үлгіріп қалыңыздар. Өйткені понедельник күні жабылады. Одан кейінгі бұл бірінші ғана не? Бірінші поток дейін. Екінші поток, үшінші потоктарда олардың бағасы уже 2900 болмайды, одан басқа болады, бөлек болады. Және де сол Instagram, Telegram каналынан ашылады. Сол жаққа сіздерді енгіземіз. Сол арқылы ішіндегі видеоуроктардың бәрін қарап шығасыздар. Егер де тағы да басқа мазалап жүрген сұрақтар болса, қызықты сұрақтар болса, оған да видеоуроктар түсіріп, сол Telegram каналға қосып отырамын. Тағы да басқа ақпараттарды дальнейшем. Бүгінгі жаңадан қосылып отырған қыз-келіншектерге бүгінгі мәселеміз жүктілікті жоспарлау, ұлды жоспарлау, қызды жоспарлау, егіз жоспарлау, сол мәселелер және көптен көтере алмай жүрген қыз-келіншектер болса, неге мән беру керек, қандай обследование өту керек, ер азаматта өту керек, сізде өту керексіз, қалай дайындалу керек, дені сау бала туу үшін жүктілікке қалай дайындалу керек, неге мән беру керек деген сияқты жаңағы курстар бүкілі толық айтылады. Бүгінгі сұрақтарыңыз болса, соны сұрап өтсеңіздер де болады. Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Спираль алып тастағаннан кейін міндетті түрде емделу керек. Өйткені ол спиральдің өзі жатырға ол как инородное тело. Былай енді алып жатқан кезінде ол көрінеді, былай табы разный ғой. Но даже вилкалары жатырға ет сияқты болып сынып кететіндер болады. Оны алған кезде кәдімгідей травматичный болады. Сол үшін воспаление болады. Артық дүние, бөлек бөгде зат болғаннан кейін воспаление болады. Воспаление емдеу керек.
месячный 20 күн деген жиі болып тұр. Минимальный 21 күн. Ну, енді сіздің может месячныйыңыз өзгеріп тұр. Бірінші емделіп, жақсылап, содан кейін барып жоспарлаңыз. Әлі ерте сізге алғаннан кейін сразу жоспарлауға болмайды. Бүгінгі эфирдің тақырыбы жүктілікті жоспарлау, дұрыс жоспарлау, ұлды, қызды жоспарлаудан демек көп шығып кеткен кісілер бар. Бағана айтып өттім, сіздер көрмей қалуыңыз мүмкін. Спираль салдыруға қорқып жүрмін дейді, қандай көмек береді? Егер де сіз бірінші береміз, неше балаңыз бар? Егер де сізде бір бала болса, спираль салдыруға, негізі спираль салдыруға мүлде кеңес бермеймін сіздерге айтайын. Мен өзім спираль салмаймын да. Қазір көп қой методы. Барьерный метод дейді, жаңағы презерватив киюге болады. Болмаса, ең самый лучше безопасно Figurele alineen şarlatımız değil mi? Ne söylüyordu? İstediğiniz? O sen söyleyebilirsin. Қыздар жаңағы сұраққа толықтай жауап берген жоқ білемін. Ол көтергіңіз келеді дейді. Ол көтергіңіз келетін болса, овуляцияңызды есептеу керексіз, день овуляция болу керек. Спираль салдыруға қорқамын дегенге, спираль салдыруға қажет емес. Либо противозачаточный таблетки, легкий таблеткалар бар. 21 күн ішесіз, 7 күн демаласыз, одан кейін қайтадан 21 күн ішесіз. Етек күніңіздің бірінші күні бастайсыз. Спиральдан гөрі бізге айтамыз, противозачаточный таблетка ішіңіз. Біреуді айтады, ол толтырмай ма, бір нәрсе ештеңе дым да қылмайды. Мен өзім сондай таблетка ішемін. Мен Астанадамын. Даже спираль салдырған өзінде де спираль ол сізге 100% көтермейсіз деген гарантия бермейді. Өйткені спиральдің үстіне де көтерген көп жағдай бар. Өткен кішкене бір қисайып кетуі мүмкін, орнынан сол кезде сразу бала көтересіз. Сол үшін егер де сіз көтеруді жоспарламасаңыз, және де матыңызда таза воспаление болмағанын қаласаңыз, лучше, мне кажется, коп деп айтады, противозачаточный таблетки ішу керек. Либо барьерный жолдасыңыз презерватив киген дұрыс. Инстаграм каналыма жазылсаңыз, тіркеліңіздер, сол дайректке жазсаңыздар, жеке консультация немесе курс аласыздар. Бүгіннен бастап, естілмеген ханымдар болса, бүгіннен бастап понедельник күні түнгі 12-ге дейін курс болады, курс ашылады. Соның ішінде жүктілікті қалай дұрыс жоспарлау, ұлды жоспарлау, қызды жоспарлау, егіз жоспарлау деген сияқты мәселелердің барлығы от үйде айтылады. Препараттың атын мен бағанде айттым, оны тікелей эфирде сіздерге айта алмаймын. Либо жеке консультация арқылы айтамын, либо курс арқылы оны көре аласыздар. Себебі ол гормональный препарат болғандықтан барлығына бірдей іше беруге болмайды. Просто мына жерде қыз келіншектердің барлығы отыр, қарайды, мен де көрейінші деген қызығушылық пайда болады. Ана балаларына аптекадан барып свое время антибиотиктер беймарал алып беріп ішкізіп жүрді ғой, сол сияқты болып кетеді. Олай болмайды. Сол үшін препараттың атын қазір сіздерге тікелей эфирде айта алмаймын. Жоқ. Сіздің аяғыңыз үйіп қала берсе, гинеколог кардиомагнил берсе, міндетті түрде ішу керексіз. Әйтпесе, аяғыңыздың бір жерде тромбоз болуы мүмкін. Ол соның алдын алу үшін сізге беріп тұр. Кардиомагнил қан айналымын жақсартады, қанды сұйылтады. Сол үшін беріп отыр сізге, міндетті түрде қабылдаңыз. Гинекологтардың берген нәрсесін, оны у кого-то спрашивать или оспаривать болмайды. Оны ішу керек. Берді ма сізге ішіңіз? Қандай аптада кальций береді, қандай аптада железо береді, міндетті түрде іш туғаннан кейін іш деймі, железоны ішу керек. Оны бір адамның бергенін әр адамнан сұрай берудің қажеті жоқ.
кардиомагний ой қабат кезде зиян емес, оны арнайы беретін өзінің ситуациялар болады. Егіз жоспарлауды, оны бағанадан бері айтып өттім, егізді овуляция стимулирующий дәрі бар. Соны стимулировать ете отырып, день овуляция болсаңыз, сол кезде ұл болу мүмкін. Егер сіздің геніңізде болса, тіпті жақсы, сізде шанс жоғары болады. Сол менің ол жайында арнайы видео урок бар. Сол видео урокты қарап шықсаңыз, өзіңіз-ақ жоспарлай аласыз, әрекет жасай аласыз кез келген уақытта. Ол видео уроктарды Telegram каналдан ашамыз. 6 ай доступ болады сіздерде. 6 айдың ішінде мысалға бала көтеруге жоспарлай берсеңіз болады. Егер де сіз ұзақ бала көтере алмай жүрген болсаңыз, тоже сол овуляция стимулирующий препаратты ішуге болады. Соны ішу арқылы, және де сіз 3 ай фолиевый кислота ішу керексіз. Жолдасыңызда егіз болса, көріңіз әрекет жасап, сізде болмаса болмайды деп айта алмаймын, мүмкін болады. Оның да спермасы арқылы болуы мүмкін. Жеке курс бүгін ашылады. Құны 2900 теңге, қыздар. Үлгіріп қалыңыздар, өйткені ол бүгінгі бірінші топқа ғана солай баға беріп отырмын, 2900 теңге. Қол жетімді болсын деп, сіздерге түсінікті болсын деп, ол жерде барлығы түсінікті қарапайым тілмен көрсетілген. Мен Астана қаласында негізі мамандығым жалпы тәжірибелік дәрігер болып қызмет атқарамын. 3 қызым бар деді, керемет. 3 қызыңыз болса, енді 4-ші Құдай қаласа, ол жоспарлаңыз. Сол видео курсты алыңыз, олды жоспарлаңыз. Соны қарап отырып, өзіңіз дайындалып жоспарлайсыз. Сіздің мамаңыз егіз босанған болса, сізде өте көп возможности деп айтуға болады. Сізде де болуы мүмкін, жоспарлап көрсеңіз болады. Халық банк бар ма дейді. Народный банк бар, Курстың бағасы 2900 теңге, қыздар. Ол бірінші потокқа ғана солай баға беріп, қол жетімді сіздерге алып үлгіріп қалсын деп, қол жетімді бағада сондай беріп отырмын, 2900 теңге деп қойып отырмын. Алдағы уақытта тағы да курстар ашамын, олардың бағасы олай болмайды. Овуляция күнін қалай есептеу керек екенін, қыздар, сол видеоурокта бар, барлығы методы бар. Әртүрлі методтар бар овуляцияны қалай есептейтін. Соны сіз қарайсыз да, видеоурокты көріп, қайсы сізге тиімді, соны қолданасыз. Инстаграм каналыма тіркелесіздер, бірінші сол арқылы шығасыздар. Мен қазірге мына жерге Инстаграм каналымды жазып кетейін. Міне, қыздар, Инстаграм каналымды жаңа жаздым. Осы немен бірдей деп айтсаға, TikTokпен бірдей, дәл осындай Инстаграм каналым бар. Соған Инстаграм каналыма жазыңыздар. Сосын сол арқылы менеджерлер сіздерге курсты видеоны Телеграм каналы ашып, чат ашып, сол жерге курсты жүктейді. Сіздер қарап, 6 ай доступ бар, сіздің қарап отырып, 6 ай ішінде өзіңіз асықпай барлығын изучать етіп, өзіңіздің организмді изучать етіп, 3 ай дайындалып, сөйтіп жүктілікті жоспарласаңыз болады. Дені сау, өзіңізге қалаған ұлды қызды жоспарлауға болады. АМГ-ңыз төмен болса, овуляция стимулирующий препарат ішуге болады сізге. Овуляция стимулирующий препаратты ішсеңіз, фолликулаларыңыз көбейеді. Сізге де консультация алуға, жеке консультация немесе видео курс алуға кеңес беремін. Қандай препарат, стимулирующий препарат екенін айтамын. Соны қалай қабылдау керек, оны қабылдау барысында неге мән беру керек. Сол Инстаграмға тіркелген болсаңыз, егер де сол дайректке жазып қойыңыз, курс маған керек деп. Сосын кейін армен қарай сіздерге менеджер жауап береді. Сәлеметсіздер ме, қыздар, айта беріңіздер. АМГ төмен деп сіз өзіңіздің не қылмаңыз.
көңіліңізді түсірмеңіз, оны көтеруге болады. Овуляция стимулирующий препарат арқылы. Оны қазір тікелей эфирде айта алмаймын, өйткені ол гормональный препарат. Сіз либо жеке консультация арқылы маған шығасыз, инстаграм каналыма мені жазылыңыз, дайректке жазыңыз, курс керек болса курс деп, либо жеке консультация деп, сол арқылы мәліметті алып, соның ішінде барлығы айтылады, қандай препарат, қалай ішу керек деген мәселелер талқыланады. Жүктіліктен сақтанатын препарат, ол дегеніміз противозачаточные таблетки кок. Небелет деген дәрі бар. Оңай, бағасы да қатты қымбат емес, ең жеңіл препарат, толдырмайды, небелет деген препарат. Түсінбедім, мен 2 жылда болды, мен матчный дегене, мен матчный болдым, әлі көтере алмай жатырмын, қалай көтеруге болады? Сұрағыңызды дұрыс түсінбедім, не болдым дейсіз? Әйгерім, сұрағыңызды түсінбедім, қайтадан дұрыстап қоясыз ба? Жүктіліктен сақтайтын препарат Навилет деп айттым ғой. Жақсы, ішіп көргеннен кейін сіз УЗИға түстіңіз ба? УЗИ барысында фолликулометрия жасасаңыз, егер дәрі сол овуляция стимулирующий дәрі ішкен болсаңыз, фолликулометрия жасасаңыз, сізге айтады, фолликулаңыз көбейді ме, көбеймейді ме. Және де АМГ 0,3 деп бір ғана лабораториядан тапсырып, көңіл түсірмеңіз. Басқа лабораториядан тапсырып көрсеңіз болады. Результаты әртүрлі болуы мүмкін. Кейбір лабораториялар дұрыс көрсетпейді, сондай да жағдайлар болып жатады. Сол үшін басқа Олимптан тапсырыңыз дейін. Олимпта точно. АМГ-ны Олимптан тапсырыңыз деп кеңес беремін. Сол кезде сізде результаты шығады, жақсы шығады. Олимпта 0,30 болғанда, онда овуляция стимулирующий препарат ішесіз. Оны стимулировать ету арқылы фолликулы саны көбейеді, беймарал көтересіз. Айта беріңіздер, қыздар, жүктілікті жоспарлау, ұлды қызды қалай жоспарлау, дұрыс жоспарлау барысындағы сұрақтарыңыз болса. Енді овуляция стимулирующий препарат ішкен болсаңыз, міндетті түрде фолликулометрия жасаңыз, УЗИ. Сол арқылы сіз көрінеді, сізде фолликулардың саны қаншасы, ішінде доминант бар ма, жоқ па дегендей. Жоқ, 3 қызым бар, деп төртіншіне аяғым ауыр, тоже қыз, менде екеуінде бірнәрсе дұрыс емес пе? Жоқ, жоспарлау дұрыс емес сізде. Дұрыс жоспарлай білу керек. Мүмкін сізге ол әйел адамға байланысты емес, ол немесе қыз болу, ер адамға байланысты. Және де ер адамда сперматозоидтарында хромосома дейін бар, ДНК-сы. Y ДНК-мен сіздікі қосылса, өзі ұл болады. Ал Y ДНК сперматозоидтар олар шыдамсыз келеді, өмір сүру уақыты шектеулі. Сол үшін сіз овуляцияны дұрыс есептеуді білмейсіз. Овуляция күні қосылу керек, сол кезінде ғана сізде ол болады. Ер адамдарда мысалы тек X ДНК-сы бар, ол қыздарды ғана таптыратын ер адам деген олай болмайды. Сіз просто жүктілікті дұрыс жоспарлай білу керексіз. Сол кезде ғана бізде ол болады. Сізге де видеоурок алыңыз деп кеңес беремін. Видеоурок алсаңыз курс, соның ішінде барлығы толықтай айтылған. Қалай жоспарлау керек, овуляцияны қалай есептеу керек. Я өзім көтердім, мен олды жоспарладым. Менде бірінші 2 қыз, үшіншісі ол. Олды жоспарлап, овуляцияны есептеп, сол кезінде барлығын терең изучать етіп, солай жоспарладым. Аллаға шүкір, үшінші балам ол.
Жоспарлау, сіз смотря кімді жоспарлайсыз, ұлды жоспарлайсыз, немесе қызды жоспарлайсыз, соған байланысты овуляцияға көп мән береміз. Овуляцияңызды есептеп білу керексіз. Олай айтуға сіз түсінген жоқсыз. Видео урок алу керексіз кетеді. Менде 9-ы келді, 14-і бітті. Қай күн овуляция деп сұрап тұрсыз ғой. Олай өйтіп сізде мына күн овуляция деп айта алмаймын мен. Овуляцияны өзіңіздің организмді зерттейсіз, овуляцияны есептейсіз. Методтары бар. Жаңағы базальный температура арқылы өлшеу арқылы, овуляционный тест деген бар, фолликулометрия деген бар. Солардың барлығын істей отырып, сіз өзіңіздің организмді өзіңіз зерттеп, овуляция күнін өзіңіз табасыз. В среднем, допустим, бір менструацияның циклы деп айтады ғой, неше күн. Именно менструация емес, ол бірінші менструацияның күнінен келесі менструацияға дейін арақашықтықты айтады. Цикл қанша күн, между циклами сколько дней дейді, сол қанша күн екені. Допустим, 28 күн, біреуде 30 күн аралықта келеді, біреуде 30-тан асады, сол сияқты, соған байланысты. Ол индивидуально. 14-15 күні деп медицинада в среднем солай айтады, бірақ ол жеке, әр тұлғада әр түрлі. Сол үшін овуляцияны есептеп білуді үйрену керек. Фолликула ойнап тұрмайды. Фолликула ойнап тұрмайсыз, фолликула сізде АМГ 0,30 болды ғой. Значит, фолликуланың саны шектеулі деген сөз, азайды деген сөз. Ал ол фолликула, әр фолликула ол әрбір овуляцияның белгісі. Енді оны точно айта алмаймын, фолиевая кислота ішкенде егіз болады деп. Бірақ фолиевая кислота сіз дені сау бала, жүктілікті қабылдап, дені сау баланы дүниеге әкелгіңіз келсе, фолиевая кислотаны ішуге міндеттісіз. Ол фолиевая кислота егіз алып келеді деген тұжырым меніңше қате. Ол просто дайындық. Ол баланың нерв жүйесінің стоп дейді, нервный стоп, нерв жүйесінің дұрыс қалыптасуына көмектеседі. Сол үшін 3 ай бойы ішеді, және бала көтергеннен кейін 12 апталық жүктілікке дейін фолиевая кислота міндетті түрде ішу керек. Сіздің балаңыздың нерв жүйесі дұрыс дамысын десеңіз. Сол үшін дұрыс жоспарлап, дұрыс дайындалу керек беремізге. Мен Алматыдан емеспін, Астанадамын. Жоғысты болсын, иә, 2 қызым бар дейді. Енді 3-ші жоспарланып, құдай қаласа, ол болсын. Сізде выкидыш болған болса, өзі түсті, чистка болған жоқ дейді. Қараңыз, Айбекер деп тұрмын. Айбекер, жақында выкидыш болды деп отырсыз. Содан кейін сіз УЗИге түстіңіз ба? Өйткені міндетті түрде жақсы УЗИге барып, УЗИге түсу керек. Осы выкидыші көп жағдайда маткада полип болады. Ал егерде сізде полип болса, ол полип сіздің келесі жүкті болуыңызға кедергі жасайды. Немесе сіз көтерген түрде де ол выкидыш болуына себепкер болуы мүмкін. Сол себепті бірінші жүктілікті жоспарламай тұрып, жатырыңызды, УЗИ малый таза дейді ғой, соны жақсы гинекологқа түсіріңіз. Сізде маткаңыз таза ма, полип жоқ па. Содан кейін ғана анализдеріңізді тапсырып, тағы да қандай ауытқулар бар, ол жай выкидыш болмайды. Соны барлығын тапсырып, келесі жүктілікті дұрыс жоспарлауға кеңес беремін. Курс кейін қымбаттап кетсе ма дейді. Иә, курстың бағасы қазір бірінші топқа ғана осындай арзан бағамен сатып отырмын. Сіздер қолжетімді бағада алып қалып үлгеріп қалыңыздар деп отырмын. Алып қалыңыздар, келесі бағада уже келесі нелерде потокта ол уже ондай баға болмайды. Овуляцияны курс арқылы біле аласыздар, немесе жеке консультация арқылы біле аласыздар. Мен сіздердің әрқайсыларыңыздың овуляцияның қай күні екенін айтып бере алмаймын. Сіздер өздеріңіз
изучать етіп, өздеріңіз организм өздеріңіз дайындалу керексіз дейді. Гинекологический лечение бермеймін мен. Мен тек жүктілікті жоспарлауды, қалай дұрыс жоспарлауды кеңес беремін. Матка көлеміне үлкендеу десе, эндометриоз болуы мүмкін. Оны сұрап көріңіз, эндометриоз жоқ па? Или жаңағы қай уақытта түстіңіз сіз, менструацияға жақындаған кезде түстіңіз ба? Жүктілікті, егер сізде көптен бері жүктілікті жоспарлап жүрсіз, және де жүктілік сізде болмай жатқан жағдайда, оған арнайы тоже курс бар. Міндетті түрде ол курста сіз қандай тексерістен өту керексіз, анализдеріңізге қандай анализдерге мән беру керексіз, поэтапно бәрін неден өту керексіз, не істеу керексіз, соның барлығы айтылады. Курста айтылады міндетті түрде. Сол үшін көптен жүктілікті жоспарлап жүрген болсаңыз, жүктілік болмай жүрген болса, сол курстарды алып үлгеріп қалыңыздар. Бүгін курс ашылады. Понедельник күні 12-де жабылады. Егіздерді жоспарлау тоже курс арқылы алсаңыз болады, консультацияны. Курстан аласыз, өзіңіз жоспарлайсыз, өзіңіз оқып, курсты білсеңіз, өзіңіз жоспарлайсыз. Курстың бағасы 2900 теңге. Ол осы бірінші потокқа ғана 2900 теңге. Ендігісінде уже ол қымбаттайды. Себебі қазір шектеулі уақыты понедельник күні түнгі 12-де жабылады курс. Бүгіннен бастап ашылады, соны алып үлгеріп қалыңыздар. Инстаграм каналыма дайректке жазыңыздар. Кімге курс керек, дайректке жазыңыздар, маған керек деп. Сол кісілерге ашамыз. Жоспарлау 100%-ға дұрыс шықты. Мен тек өзіме ғана емес, айналамдағы қыз-келіншектерге, туысқандарыма барлығына жоспарлауға көмектестім, кеңестерімді бердім. Олар өздеріне қалаған жұмысты жоспарлады. Мен өзіме де мысалға жоспарладым. Барлық мән беретін факторлар көп, солардың барлығын ескере отырып жоспарлағаннан кейін өзіме қажетті ұлды жоспарлап алдым. Менің бастапқысы 2 қыз, одан кейін ұлды жоспарлағым келді. Өйткені екі қызда мен ештеңе жоспарламаған. Просто жүктілікті жоспарлағандай боламыз, бірақ онда информацияны білген жоқпын, изучать еткен жоқпын оны. Просто жүктілік жоспарладым. Курстың ішінде сіз овуляцияны қалай есептеу керексіз, методы овуляция қайтып есептейсіз. День овуляция болсаңыз қалай болады, оған дейін болсаңыз қалай болады, және де сосын кейін ер адамдарға қойылатын талаптар бар ішінде. Тек әйел адам дайындалу керек емес, ер адамдарды дайындалу керек. Қандай ер адамдарға талаптар қойылады, оларда ішу керек фолиевая кислота, сіз ішесіз фолиевая кислота, қай күні қосылу керек, например, сіз ұл жоспарлайсыз, или қыз жоспарлайсыз деген сияқты. Соған байланысты информациялар айтылады. Тұқымда егіз жоқ болса, енді 100% сізде егіз болады деп айта алмаймын, бірақ көруге болады. Овуляцияны стимулировать етіп арқылы, может фолликулаларыңыз, сіздің бірнеше фолликулаларыңыз дамиды, емес бірнеше фолликулы дамиды. Именно фолликулометрия жасап отырасыз, фолликулометрия. Соны жасап түсіріп отырған кезінде уже белгілі болады. Доминант фолликула неше дамып келе жатыр. Консультация жеке алғыларыңыз келгендер маған Инстаграм каналыма жазасыздар. Сол жерде күні, уақыты, бағасы барлығы анық айтылады сіздерге. Сіз жаңа 3 ай болды дейді, тұрмысқа шыққаннан қалай тексеру керек дейсіз ғой. Жергілікті өзіңіздің поликлиникаңызға, гинекологқа жазылып, мен жүктілікті жоспарлап жүрмін, тексерістерден өтейін деп айтсаңыз, гинеколог та өзге сізге тексерістердің барлығын береді. Сол тексерістерден өткеннен кейін уже көрінеді. Енді ғана ғой, 3 ай болды деп отырсыз. Жаңағы
день овуляция, сіз өзіңіздің овуляцияңыз біліп отырсыз. Овуляцияңыз біліп, день овуляция қосылсаңыз көтересіз. Егізді жоспарлау үшін дәрі ішесіздер, обязательно. Овуляцияны стимулировать ететін препарат ішесіздер. Ол препаратты ішкенде өзіндік ерекшеліктері бар, особенности деймін, неге мән беру керек, қай күндері овуляция болып. Ол препарат ішкенде, мысалы сіздің қалыпты жағдайда овуляцияңыз 15-16 күн болса, овуляция стимулирующий препарат ішкенде кішкенелермен қарай шошиды, ертерек болып кетуі мүмкін. Соны өткізіп алмау үшін не ішу керек, не істеу керек деген сұрақтарға барлығына толықтырғанды жауап ала аласыздар. Видеолықта бүкіл бар. Сол видеолықты қарап, ішінде тағы да түсініксіз жағдайлар болып жатқан жағдайда Instagram каналға дайректке жазсаңыздар болады. Мен қарап шықтым, мен осыны түсінбедім деп. Сосын ол түсінбеген моменттерге де видеоролик шығарып, сол Telegram каналға қосамын. В среднем сондай овуляция 2 месячный ортасы. В среднем 2 циклдың ортасы ғой. Бірақ енді ол даже овуляция жаңа календарда да сөйтіп тұрады, осы ортасы деп. Тек соған сенуге болмайды. Календар бойынша или ортасы ғой деп тек ортасында бола салуға болмайды. Одан бөлек басқа да овуляцияны нақты анықтайтын методтармен овуляцияны нақты анықтаған дұрыс. Әр айда әрқалай болады. Мысалы, сіздің кейбір кезде задержка болып қалады, кейбір кезде 30 күнде болып қалады, кейбір кезде 28 күнде жылжып отырады. Сол үшін овуляцияда жылжып отырады. Сол үшін тек менде 14 күн екен, или 15 күн екен деп оған қадағалауға болмайды. Бір жүктілікті жоспарлап жатқан айда да оны қадағалап отырып арқылы жоспарлайсыз. Қыздар, сұрақ қойыңыздар тағы да. Курс туралы айтып кетейін. Сол курста толық информация айтылады. Ешқандай сұрақ тумайтындай. Басынан аяғына дейін неге мән беру керек, не ішу керек, қалай жоспарлау керек, кімге ұл керек, кімге қыз керек дегендей. Сол курсты бүгін алып қалып үлгеріңіздер. 2900 теңге понедельник күні 12-де жабылады. Сәлеметсіздер ма? Қыздар, сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Курс туралы айтып жатқам жаңадан қосылған келіншектерге. Саламатсыз ба? Бүгінгі фолиокислотаны ер адамда, әйел адамда ішкен дұрыс 3 ай бойы. Негіз көтеруге болады, оны овуляция стимулирующий препарат арқылы стимулировать етіп отырып, ол дәрінің өзінің ерекшеліктері бар. Прямой эфирде барлығыңызға тікелей айта алмаймын. Жеке консультация арқылы немесе видеоурок арқылы ала аласыздар. Ол дәрінің преимуществосы қалай, қандай побочный действиесі болуы мүмкін деген сияқты көп ақпаратты сол жерден аласыздар. Курсты видеоурокты мен түсіремін. Мен өзім видеоурок түсіргенмін. Және де тағы да түсіріп отырамын, қосып отырамын. Овуляция стимулирующий препарат олай қатты зиян деп айта алмаймын. Өйткені кейбір гинекологтар оны 2 айға, 3 айға деп жоспарлап береді. Негізі мен олай айтпаймын. 5-6 күн ғана ішесіз. Овуляция гормональный фонды өзгертпес үшін 5-6 күнге ғана өзінің уақытымен кеңес беремін. Соны өзі көмектеседі. Оңай ішуге керек емес. Тыңдап тұрмын, иә, Қызылордадан, Байқоңырдан едім дейсіз. Сұрағыңызды қоя беріңіз. Қыздар, тез-тезден сұрақтарыңызды қойыңыздар. Эфирдің уақыты шектеулі. Қазір мен шығу керек боламын. Курсты жоспарлау, ұлды қызды жоспарлау бір курс, және егізді жоспарлау ол бөлек курс. Өйткені егізді барлығы жоспарлай бермейді ғой.
Календар бойынша мүлдем келмейді. Календар бойынша ол дұрыс емес. Сіз видеоурокты алыңыз, видеоурокты изучать етіп арқылы өзіңіз жоспарлайсыз. Өте түсінікті болады сізге. Өйткені мен ол екі қызымды календар бойынша қарадым, ол календар бойынша екеуі де ұл. Сол себепті календар ол 100% емес, даже қанша пайыз болады, вообще мүлдем рас емес, өтірік. Курстың бағасы 2900 теңге. Бүгін курс ашылады. Понедельник күні сағат 12-де ол курс жабылады. Сол үшін үлгеріңіздер. Бірінші потокқа ғана бағасы 2900 теңге. Одан кейінгі алдағы уақытта тағы да курстар ашамын. Ол курстардың бағасы уже бөлек болады. Сол себепті кім алғысы келеді, Instagram каналға дайректке жазыңыздар, үлгеріп қалыңыздар. Қыздар, сұрақтарыңыз бар болса, қойып кетіңіздер. Жауап берейін. Овуляцияның нешінші күні деген сұрақ дұрыс емес, қыз болуы мүмкін. Овуляция өзі бір күн болады. Оның нешінші күні қыз болу деген, овуляция деген ол апталап овуляция болмайды ғой сізде. Овуляцияға предполагаемый благоприятный дни болу. Овуляция бір күн болады. Видеоурок, әрине, видеоурок курс платный, бағасы 2900 теңге. Иә, сперматозоидтер бөлінеді ғой енді, хромосомасы X, Y болады. Сізге ұл керек болса, Y хромосомамен қосылу керек. Ол үшін Y хромосомасы бар сперматозоидтың свойстволар болады, оның ерекшеліктері, соған мән беру керек. X-қа мән беру керек. Овуляционный тестпенен положительно всегда көрсетеді. Ол никогда отрицательно көрсетпейді сізге. Овуляционный тест қараған кезде 10-шы күннен сіз қарасаңыз, 15-ші күні сізде овуляция болса, одан кейін 17-ші күнге дейін сол аралықтың бәрінде положительно көрсетеді. Сіз көріңіз, сөйтіп жабыстырып, бәрін жазып отырып көріңіз. Барлық күні слабо положительный болса да, ол положительный болады. Сізде овуляционный тест 3 күн положительный болғанға, сіз 3 күн овуляция болды деп ойлап отырсыз. Ол қате. Овуляция 3 күн болмайды, қыздар, 1 күн болады. Бүгінгі тақырып жүктілікті жоспарлау, дұрыс жоспарлау, ұлды жоспарлау, қызды жоспарлау, немесе егіз жоспарлау, кім егіз жоспарлағысы келеді, сол мәселелер бойынша сұрақтар болып жатыр. Және де бүгін курс ашылады. Понедельник күні 12:00-ге дейін курс болады. Курстың бағасында, курс ішінде соның бүкіл айтылады. Түсінікті, сіздерге қарапайым тілмен жеткілікті түсіндірілген. Неге мән беру керек, қалай, не дегенде. Ол курстың бағасы 2900 теңге. Бірінші потокқа ғана бүгін алып үлгеріп қалыңыздар. Одан кейінгі алдағы уақытта тағы курс ашып жатқанда, ол кезде ол курстың бағасы мүлдем бөлек болады. Мен есептеп бермеймін, сіздерге айтайын, овуляцияны изучать ету керек, жеке индивидуальный подход, оның әр организмнің өзінің әртүрлі болады. Сол үшін сіздер өздеріңіз есептеу керексіздер. Мен түсіндіремін соны қалай есептеу керек екенін. Оны қарасаңыз, курсты оқысаңыз, өзіңіз есептеп аласыз. Тұқымда егіз болмаса, егіз көтеруге болады ма дейді. Мен өзім жоспарлағандарымнан әлі жүктілікті жоспарлауды сіздерге айтсам, енді ғана видеоурокты ашып жатырмын, енді ғана консультация жеке беріп жатырмын. Олардың әлі результаты, нәтижесі шыққан жоқ. Өйткені мен сразу жоспарлатқызбаймын. Дайындық керек бірінші. Жүктілікті жоспарлау алдында дайындық керек. Кемінде 2 айдан алып, 3-ші айда ғана жоспарлайды. Сол үшін әлі ол кезге жеткен жоқпыз. Егіз деген тұқым қуалайды әрине. Егіз жоспарлағыңыз келсе, әрекет жасап көруге болады. Мүмкін сізде егіз болып қалуы мүмкін. Негізінде геніңізде болса, сізде
шанс мүмкіндік жоғары болады. Жоқ болса да жасап көруге болады. Мүмкін ендігі тұқымдарда егіздер пайда болуы может сізден басталып қалуы мүмкін. Сол үшін қыз бен ұлды жоспарлау ол бір курс, егіз жоспарлау ол бөлек. Егіздің ішінде егіз қыз, егіз ұл дегендер ол егіз тақырыбына ғой қатысты. Қазір білмейді қыздар. Өйткені егізді жоспарлайтын ішінде ол овуляционный препарат ішу керек. Овуляционный стимулирующий препарат. Оны жай қыз ұл жоспарлап жүрген кісілерге ішуге болмайды. Ішудің қажеті жоқ. Сол үшін қыз келіншектер сіздер өздеріңіз шатасып кетпес үшін оны жеке қойып отырмын. Өйткені бірге қосып қойсам, бет алды барлық басқа келіншектер де ішіп, зияны тимесін деп жатырмын да. Қазір бір минут қыздар. Қазір қарап өтейін. Қыздар егіз жоспарлауды жеке курс алғандарыңыз дұрыс. Өйткені оның ішінде көптеген информация бар. Оның бәрін қазір жоспарлап беру мүмкін емес. Көптеген мән беретін ситуациялар бар. Сол үшін мен қазір эфирден шығуыма тура келіп тұр, уақытым шектеліп болып тұр. Кешке егерде мүмкіншілік болса, тағы да кіремін. Жаңағы айтып өткен курс бүгін уже ашылады. Понедельник күні түнде 12-де жабылады. Соған дейін үлгеріп қалыңыздар. Сол курста егіз жоспарлау бөлек курс және ұл қызды жоспарлау бөлек болады. Кім не жоспарлағысы келеді, инстаграмға тіркеліп, дайректке жазыңыздар. Ұл жоспарлайын, қыз жоспарлайын деп курс керек деген сияқты. Соның бәрін айтып, анық жазып өтіңіздер. Жақсы қыздар, келесі жолыққанша сау болыңыздар. Келесі жолы тағы да ұзақ уақытқа кіруге тырысамын. Қазір енді мүмкіншілік болмай тұр, кету керек болып тұрмын. Сау болыңыздар.